От имени Акима Мангистауской области Ногаева Нурлана Аскарулы за вклад в развитие туризма в регионе. Маңғыстау облысындағы туристік демалыс орындардың ондығына кіретін Tree of Life Қазақстан курорттық кешені 10 жылдық мерейтойын атап өтуде. Шара 3 күнге жалғасады. Биыл ашылғанына 10 жыл толуына орай эстрада және шоу-бизнес өкілдерінің қатысуымен мерекелік шара ұйымдастырылды. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Әли Мұхаммед Құттымұратұлы және облыстық туризм басқармасының басшылығы құттықтау сөз сөйледі. Аймақтың туризм саласын дамытуға зор үлес қосып келе жатқан Tree of Life Қазақстан курорттық кешенінің ұжымына Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың алғыс хаты табыс етілді. Демалуға келген қонақтардың арасында тек облыс тұрғындары емес, басқа өңірлерден, сондай-ақ Ресейден келгендер де болды. Әр қонаққа лотерея билеттері таратылып, 30 ойын ұйымдастырылды. Алғашқы күн қазақ эстрада жұлдыздарының өнер көрсетумен ғана емес, мерекелік отшашумен аяқталды. Сахнада Калифорния тобы, Бүркіт және Аиша сияқты танымал әншілер өнер көрсетті. Мерекенің екінші күні кубалық кеш деген атпен өтеді. Үшінші күні аквапарктегі шоу бағдарлама, ересек қонақтарға сыйлықтар, флешмоб және де басқа да шараларға ұласады. Бізде бүгін неке үлкен мереке. Бізде 10 жылдық мерейтойымызды белгілеп жатырмыз. Біздің осы жыл 2022 жыл бізде осы юбилейный сезон болып келеді. Я рада, что сегодня я посетила Tree of Life, мероприятие Tree of Life. 10 лет – это всего лишь небольшой возраст. Пусть дальше, больше будут, пусть они расширяются, пусть будет больше гостей здесь, пусть больше будет таких мероприятий. Сейчас, в данное время, нам всем эти мероприятия очень нужны.